Алматыдан келіп тұрған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика пәнінің мұғалімі Қазірет Бердіхан. Қазіретпен айтатын өздеріңіздің балаларыңыз Медет Байзақов. Ау биікті салыстырмас жат ағаммен, жақынды салыстырмас жат адаммен. Ассалаумағалайкум амандастым Салихал ел Сардала Сахараммен. Қостанайда той болады дегенді естіп, марғасқалар жиылды мақал өрген. Бір емес бірнеше той болып жатыр, даталар сәйкес келіп даталармен. Қошқарұлы Жәнібек бабамыздың шақ-шақ деп естілуші еді атағарыден. Ақсұлудың айтысын біз естиміз, қатар тұрар Сүйінбай қатағанмен. Баллада жанрының айбалтасы, нәралдым қайнекейдей атадаммен. 300-ге ортақ болған үш тұлғаны сияр мекен бір тойға матағанмен. Бірақта бұл өлкөде ұлылар көп, еңбегін есің алмай жаталармен. Тойыңды да қос-қостан жасамасаң, Қостанай боп атанармен ай. Биікке шығуыңды дос қалайды, биіктен құлауыңды қас қалайды. Әнұранның мән берсең мәтініне, осы өңірдің қадырын ашқан әйгі. Алтындан даласы деген жолдар қасиетіңді қалайша растамайды. Өйткені осы өңірдің астығымен қазағымның қамбасы босқамайды. Содан ба өзге түгіл әнұранды айтқан кезде алашым аузынан тастамайды. Жүрегін оң жағына қойса болды, ән қылып шырқайтындай Қостанайды ой. Ғалымдардан қалатын хат бар екен, жақсылардан қалатын ат бар екен. Жүкен қазір физик деп хабарлады, мен өз мамандығымды мақтан етем. Архимед басқаратын облыста Архимед жайлаңызды ақпар етем. Баяғыда бір мықты патша бопты, басында тәж астында тақ бар екен. Бұл тәжім таза алтыннан жасалған ба, деп оның басы бір күн қатқан екен. Шабармандар шеше алмай бұл сұрақты Архимедтің есігін қаққан екен. Ғалымға да бұл сұрақ сынақ болып, апталап жауап таппай жатқан екен. Қауыздағы судан тауып құпиясын Еврика деп шапқан екен. Тәжінің таза алтыннан жасалғанын таза суға батырып тапқан екен. Архимедті неге айттым, қауыздағы аңызымның ашылсын нағыз мәні. Қостанайда таза қазақ тұрама деп талайлардың түсіпті арыздары. Архимедті әкімнің бұл сұраққа жауапсыз қалдырмаған аржданы. Айтыс деген тәжірибе өткізуге Жүкен бастап келді алаштың абыздары. Егерде таза қазақ болған болса, олардың айтыс көру парыздары. Мінеки тәжірибенің нәтижесі орын таппай отқан ел ауыздағы. Айналайын, таза қазақ сендерсіңдер, алтын тәж секілденген аңыздағы уай. Адырнаңды тарт енді садақ оқта, сахнада саныңды құр сабап отпа. Ассалаумағалайкум медет ақын, ауыл аймақ ел жұртың аманат па. Жамбыл деген ауылда имам дейді, үйренген сабырменен қанағатқа. 30-да әрең шықтың сахнаға, орайды қалтшы беріп қарап отпа. Жүкен сенің тұсауыңды кестеп еді, қиянат жасамайын аманатқа. Бірақта бірыңғайсыз жағдай боп тұр, өмір кейде суменен салады отқа. Бүгінгі айтыстың финалы ертең болады, жұма күннің сауабы ғаламат па. Жұманың намазына жиналғандар мына сенің аузыңа қарамақ па. Сондықтан бір сауапты іс жасайын, саған деген көңілім адалақта. Бірінші айналымнан ұшырайын, оған бола қалмаспын жаманатқа. Финал керек болғанмен бұл медетке, имам керек ертеңгі жамағатқа уай. Ай
сөйлеп желіп тұрма. Жараспас артық сөйлеу бөрік тұлға. Қағазыңды намаздан артық қойдың, отырса мен өзіңнен көріп тұлға. Біреуге орғазам деп өзің құлап, екі көзден жасыңды төгіп тұрма. Мен намазға шыққанда имам болып, артымнан жамағат болып келіп тұрма. Ай тұрақтап, қазағымның көшкен елі, әлем қазір атыңды ескереді. Ел басқарған хандардың арқасында елдің бәрі өзіңді дос көреді. Бабасына ас беріп айтыс жасап, ұлтымның тойлап жатыр өскелеңі. Бәрі де тәуелсіздік арқасы ғой, бостандығы болмаса не істер еді. Ескі жол қасқа жолды көрген қазақ, басынан не бір нәубет кешкен еді. Сұлтан салып берген нұрлы жолмен өркениеттің көшіне ілескен еді. Қостанай сені жырлап ақындарды жүрсін Ерман өзі бастап қош кебеді. Ежелден бұл аймақты арғын қыпшақ орта жүздің балалары төстеп еді. Ассалаумағалейкум жерлестерім, ұлықтап ұлың бүгін чес береді. Атасы ақын бабасы батыр елдің ұрпағы ендігімнен сескенеді. Тойларың құтты болсын тобыл торғай, қасиетті бабаларым өскен елің ай. Ай Хазірет жүрсін салған мектептенсің, талайды тұғырынан шеттеткенсің. Сен былтыр айтыс қуып арқалыққа Кейкі бабам тойына кеп кеткенсің. Соқа тілді сүйретіп салтанаттың таңайған жерін жыртам деп кеткенсің. Соқа басың сопайып сор маңдайың түк бідірмей босқалек боп кеткенсің. Әзілмен елді өзіңе сан қараттың, көңілін табамын деп шар тараптың. Біреудің егістігіне қолың сұғып, қызарып екі көзді қан талаттың. Оқасы жоқ деп айтпа, сөздерімнің соқасы осында отыр салтанаттың. Ай! Ау Медет-ау, осы сен қай балалық, жастасын ғой жүретін байрақ алып. Салтанаттың соқасы осында деп, өткен күннен отырсың айға қалып. Соқасы қарсы алдыңда отыр дейсің, бәлең менен жалаңды сайлап алып. Былтырғыны бықсытып нағыласың, сол кезде айтсаң жүредің қайда қалып. Молла деген татулыққа шақырушы ед, сен пақыр кетіпсің ғой майдаланып. Бір ғасыр бұрын тусаң арызыңнан арыстарды кетермет айдап алып. Бөріктінің намысы бір дейді ғой, бабаның осы сөзін ойғалалық. Жекпе-жекке ешкімді араластырмай, жасасай жігітке сән майдан анық. Бида еккен ауылдың жігітісің, шалғынға шалғы салар қайрап алып. Қолыңда құрал сайман жоқ екені осы сөзіңнен білінді айдан анық. Бетімді жердей жытқын кеп отырма, салтанаттың соқасын пайдаланып ай. Шағыңда ор қояндай ор құтатын, орынсыз қысып осың ол құтақым. Салтанаттың күйеуі осында деп, жөнің жоқ ет көңілді толқытатын. Мен сені тақуа деп ойлап едім, амалы мен дұғасын зор тұтатын. Тап бермеде қалдың ғой тапырақтап, адам құсап өз-өзін қор тұтатын. Молланы алғаш көрдім, құдай емес, біреудің байыменен қорқытатын. Жігітем тарихтан деректерген, бір жай ұқтым оқыған деректерден.
Шақшақ Жәнібек соғыстан қайтар кезде өтіпті көп ауылдан көп өткөлден. Керейлердің ауылына келген кезде жаңа туған нәресте бөбек көрген. Сол сәбиге өз атын қойғызыпты, жанарынан бір ұшқын ерек көрген. Ер жеткенше ешкімге боқтатпа деп анасына тапсырма бөлек берген. Сол сәби тарихтағы ер Жәнібек ойраттардың ойранын бөгеп көрген. Қазірде сондай ұлы бабалардың есімін жиі естиміз бөбектерден. Жәнібек деп баласына ат қойғанмен, Жако деп шақырады өбектеумен. Абай деген баласын әбөктейтін адамдарда аз емес кеңес көрген. Мұхтарды да Мұха деп атар болса, атанасын есіне әлектенген. Және солар бесіктен белі шықпай, бірін-бірі боқтауды әдеттенген. Есімнің қасиетін ескермесек, келер ұрпақ өте алмас тар өткелден. Батыр шыға қоймайды Жаколардан, ақын шыға қоймайды әбөктерден. Жинақы боп қыз жиған жүктей жырым, ұрпақ жайлы ойларды ірікпейді ұлың. Бұрынғы әжелерім дастан айтып, ерлікті баяндайтын бүкпей бұрын. Ал қазіргі көретін мультфильмдер балаңа бермей жатыр титтей білім. Осы жайлы айтайын бір ұсыныс, ұлттық рух болмаса ұлт дейді кім? Қайнекейдің мысалмен балладасы баланың ойын ашар кілттей бүгін. Ақын жайлы аңызын оқығанда ақыры не боларын күтпейді кім? Әке мен бала жайлы балладасын естігенде еңсесін тіктейді ұлың. Мультфильмге дабдайын сценарий қой, қазынаның отырмыз түртпей бірін. Осы жағын есіне ұстас екен, уысына ұстағандар ұлт билігін. Зиялы боп қайдан шықсын ұрпақтарың, зиянды боп жатса егер мультфильмің. Желкенменен көтеріп ауырыңды, желкеніммен тосайын дауылыңды. Біздің билік әлі де шеше алмай жүр жұмыссыздық дейтұғын ауыруды. Екі қолға бір күрек ұстай алмай, азаматтар жүрғанша адуынды. Бірақ мұның медетке қатысы жоқ, зерттеп көріп едім бауырымды. Ауылдағы мешітте имам екен, халыққа уағыз айтар тағылымды. Сәлдесін шеше салып, сәлден кейін асабы боп қыздырат сауығыңды. Түске дейін арулап мәйіт көміп, түстен кейін ұзатат аруыңды. Ол аз десең универде сабақ беріп, көрсетесің күйшілік дарыныңды. Тағы да дүкеніңде сауда жасап, бүтін қылып жатыпсың жарымыңды. Не деген жаны сірі жігіт едің, әр қазаннан күтетін салымыңды. Құдай сақтап кетпепсің әкім болып, креслоға тигізіп жауырынды. Сен әкім болып кетсең не істер едің, айлықсыз аш қатырып қауымыңды. Жұмыстардың барлығын жалғыз жасап, жұмыссыздық жайлармен ауылыңды Ай күнәһар даттадың, молданы даттадың ғой. Иттеріңді бетіме қаптадың ғой. Арыз қой молда көріп, мұна мені өзіңде ардың жібін аттадың ғой. Молда деген жанашыры әр мүміннің, сен ол жағын ойластырып жатпадың ғой. Алдыңда алып жатсам егер, соқан айтып, абайла деп молда боп жатқаным ғой. Айтқан сөзің жағым демес, бересің әкім бол деп жарым кеңес. Бағымды іздеп жүрген жан едің ғой, басық боп отыратын тағым демес. Медет әкім болса елдің қамын жейді, қарапайым халықтың нанын жемес. Арулап жерлейді дейсің кісі өлгенде, мысалың соншалықты наным демес. Хазірет өзің айтшы, көп алдында сәлдемен той басқарсаң сәнің келмес. Мәйітпенен кәйіпті шатастырма, көзіңе көрінгедей сағым делес.
Сен айтқандай қолымнан бәрі келсе, медетті дей алмассың дарын демес. Қазірет өзің айтқан жұмыссыздық, тек қана жалқаулардың жанын жемес. Ай болармыз әкім мырза десек демен, бұл күнде әкімдерсіз кеш өтпеген. Менсізде толып жатыр әкім біткен, өмірлері өтетін есеппенен. Мен есімді білгелі Қостанайда 2-3 басшы өтіпті есептебем. Кулагин Сергейді айтсам ел біледі, той-думансыз күндері еш өтпеген. Есімде бар қалғаны Атқыревашқа атанған әкім болды өсекпенен. Ол аз болса шіркеге сап, суреттерін араласып қаланған кесекпенен. Ал Нұралы садуақасып келген кезде қуанып елдің жайы өсеттебем. Сергейден кері кеткен сері болды, мақсаты болды елді жесектеген. Заңы да замыменен әрмен кетіп, опасыз болғандарға несептерін, жер айналып жүргендерді елді тойнап жер аударып жібердік есекпенен. Енді Архимед енді өсіп келе жатыр, оны да естіп жатыр көшет деген. Архимед мен айтайын неткен әкім, көңілдің күйін зерттеп шерткен әкім. Жақсының жақсылығын айтқан дұрыс, жігіт қой сөзге берік сертке жақын. Келе салып аштырса мештіңді, ақыласыңа бөленіп өткен әкім. Абырайдың орнатса кесенесін бір құдайдың разылығын күткен әкім. Қалаңның екі шетінде ескерткіш шап, қалаңның екі шетінде екі ескерткіш орнатып маңдай терін төккен әкім. Бабамды герцанамен ауыстырып таранды тәуелсіздік еткен әкім. Майлиннің атын беріп сол таранға, таранның түбін осы жеткен әкім. Ай біреулер сені мықты жеңет деп тұр, біреулер әлде жолын берет деп тұр. Манағы бір сөзіңе оралайын, сөздерің сенің айтқан ерек боп тұр. Ахметтің еліне келгеніңде Архимедті жырлауың себеп боп тұр. 1000 жылғы өткенді айтсаң осы арада, алтында жайлайтқаның себеп боп тұр. Кімнің қандай екенін болжап білсең, болмысың өзгелерден бөлек боп тұр. Тілімнің таза еместігін дәлелдеп берсең бізге көмек боп тұр. Айтайын бір ұсыныс, мына саған Нұр Отан нұрлы көш деп демеп кеп тұр. Ресеймен көрші тұрған Қостанайға өзіңдей физик көріпкелдер керек боп тұр. Хазірет әзілдеп ерлейсің бе? Жырдодада шабытпен терлейсің бе? Менің айған ойымды түсінерсің, Қостанайға қонақ боп төрлейсің де. Нұрлы көш бағдарламасын пайдаланып, Қостанайға одан да көшіп келмейсің бе? Ай бауырым, түсінбедім, не деп тұрсың?
дәл бұлай ақын болған медет құрсын. Мен саған бақсымын деп айтқан жоқпын, неге мені бақсыға теңеп тұрсың? Архимед пен архивті алжастырып, жүйкемізді егеуде егеп тұрсың. Әр шөптің басын шалып кете бардың, басыңа түспеп еді електірсің. Баланың сөзін айтып не көрінді, бақандай бір құлыпта деректірсің. Теңеудің қуып тастап сайға бәрін, ұйқасты гүл буыннан тайғанадың. Қатты айтар болсам ренжіме, ол сенің шабытыңды қайрағаным. Асаба боларсың ау үйтіп-бүйтіп, жеңіл желпі күлдіріп тойда бәрін. Ептеп-септеп моллада болаларсың, уағыздың жинап алып ойға бәрін. Ән күйден де сабақты бер аларсың, жұлмалап қазағымның қайран әнін. Бірақ та медет жаным, үйтіп-бүйтіп ақын боп кетемін деп ойламағын. Айтыс деген қазақтың төленөрді томпештеп ойнамағын. Асқырығың жер жарып бара жатыр, 5-6 ешкі болса да айдағаның. Мен сенің тұсауыңды кескен едім, ал сен менің бағымды байламағын. Бұдан да сәл қаттырақ айтушы едім, молла ғой деп жұмсартып майдаладым. Өзіңді де елді де қинай бермей, осы менен айтысты қой қарағым ай. Ай, ақиқатпен болама таласуға, мекен болған еледің барасылға. Кешегі кербұғыдай арыстардың көбінің тамған кіндік қан осында. Осыншама тудырған ұлыларды қандай кие қасиет бар осында. Сауалымның жауабын бүгін таптым, ағай нанбайсың ба, нанасың ба? Бір ғасыр бұрын осы торғайымның 54 мешіт бопты даласында. Мешіттің мұнарасы антенна ғой, Алла менен адамның арасында. Сондықтан да сол кездің адамдардың сайтан билік құрмаған санасында. Рух пен иман болған бабасында, иба мен әдеп болған анасында. Осындай атанадан тәлім алса, тәрбие болмай қайсын баласында. Ал қазіргі қастерлі Қостанайдың 2-ақ мешіт бар екен қаласында. Керісінше түнгі күліп қаптапты ғой, көшенің көбелектей жағасында. Архимедтей әкімге айтарымыз, бұдан артық мәселе табасың ба? Құлып демес көбейсін мешіттерді, тоқтау болар тобыр боп адасуға. Кешегі ақаң-жақаң арыстарым қайтатусын десеңдер, алашымда уай. Өнерге жараспайды одағайлық, орыспайдың қызына оралайық. Айтыстың анасы деп атау үшін Біржанменен айтысқан саралайық. Айтыстың ақуы деп аталған Ақсұлудың образын даралайық. Қыз болғанмен орысшыл төрелерді қызыл тілмен шағыпты арадайғып. Өмірі өте қысқа болған екен, өнерді бергенменен даладайғып. Жамбылды таңғалдырған Нүрила қыз, бармақты жеңіп кеткен баладайғып. Солардың соқпағындай Тәушен апам, талантына тәу етіп саралайық. Тәушенің сіңілісі Әселхандай, анамыз айтыстағы дарабайлық. Қостанайдың айтысқа көз қарасы, Әсе апам болмаса қаладайынып. Айтыстың аналары мін осылар, Алладан соң мақтауға аналайық. Ақындарды кешірек түсінсек те, аналарды ертерек бағалайық ай. Уақытменен санассам зеректерсің, артық шапсаң демігіп дедектерсің. Осы менен бауырым тоқтатайық, құшақтасып қоштасу керек болсын. Бұл медет мешіт салып жатыр екен, Қазірет осы жағын елеп көрсін. Мешіттің іргетасы қаланыпты, игіске сен өзің себепкершін. Қор құрып қаржы жинап зыр жүгірген, еңбегіңді мына жұрт елеп көрсін. Бүгінгі
бүгінгі айтыскер ақындар да қолдарынан келгенше көмек берсін. Сол мешіт тезірек біту үшін медетіме Құдайым медет берсін. Жердегі Алла үйі жәннаттағы зәулім салай алуыңа себеп болсын. Ай Хазірет, сөзіңді ұғып тұрмын, дейсің ғой, әр сөзіңе күліп тұрмын. Айтысты қайтасың деп мана маған, алаға айтқаныңа көңілді бұрып тұрмын. Сен құсап күндайсып жүрген жоқпын. Әйтпесе мен де біразға тұнып тұрмын. 30 күнде күнара 30 күнде жүрсімен бір жүрмек түгіл, 30 жылда алғаш рет шығып тұрмын. Ай, осылай мәреге жетпексің бе? Молдекеңді төпелеп өтпексің бе? Молда деп сыйлап алып, Молдекеңді енді оншық етпесің бе? Тұсауымды кестіріп, тұсауыңды жаңа ғана өзің кесіп, қайтадан тұсаулап енді кетпексің бе? Ай,